Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін екінші сабақ қонақ күту. Жаңа сөздер: қонақ, төр, дастарқан, қарсы алу. Бірінші тапсырма: суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Оқушылар, бізге сурет берілген. Суретке мұқият қарасақ, суретте барлық отбасы мүшелері дастархан басында жиналып отыр. Енді төменде сұрақтар бар. Дастархан басында кімдер отыр? Қалай жауап береміз? Дастархан басында отбасы мүшелері отыр. Екінші сұрақ: олардың көңіл күйлері қандай? Олардың көңіл күйлері өте жақсы. Қонақты қалай күту керек? Қонақты күліп қарсы алу керек. Немесе қонақты күліп, бар көңілімізбен қарсы алу керекпіз. Қонақ келгенде анаңа көмектесесің бе? Деп балалар сендерден сұрап отыр. Егер кім анасына көмектесетін болса, жауап береміз: әрине, қонақ келгенде мен анама көмектесемін. Біліп ал: меншіктік мағына: біздің қонағымыз, әжемнің бауырсағы, анамның тәттісі. Қосымшаларға мән беріп, жаттап алсақ болады. Екінші тапсырма: тыңда, сұрақтарға жауап бер. Оқушылар, бізге мәтін берілген. Мәтінді мұқият оқып шығамыз. Қазақ халқы қонақты ерекше сыйлаған. Келген қонақты үй иесі өзі қарсы алған. Бұл қонақпен бірге құт кірсін деген мағынаны білдіреді. Қонақты төрге отырғызған. Дастарқан жайып, қонақтарға ет асып, қымыз, шұбат берген. Егер мәтін түсінікті болса, төмендегі сұрақтарға назар аударамыз. Қазақ халқы қонақты қалай қарсы алған? Қазақ халқы қонақты ерекше сый құрметпен қарсы алған. Қонақты қайда отырғызған? Қонақты төрге отырғызған. Қандай ұлттық тағамдар берген? Қонақтарға ет асып, қымыз, шұбат, бауырсақ берген. Үшінші тапсырма: қонақ күтуге қатысты сөздерді оқы, сөйлемдер құрап айт. Яғни балалар, бізге сөздер берілген. Дастарқан, сәлеметсіз бе, қарсы алу, киімін ілу, төрге шығару. Осы сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап айтуымыз қажет. Дастарқан деген сөзге: барлық отбасы мүшелері дастарқан басында отыр. Келген қонаққа сәлеметсіз бе деп амандасамын. Келесі сөз қарсы алу. Келген қонақты көтеріңкі көңілмен қарсы аламын. Немесе келген қонақты күліп қарсы аламын. Киімін ілу. Қонақтың киімін ілемін. Келесі сөз төрге шығару. Осы сөзге сөйлем құраймыз. Келген қонақты төрге шығарып, астан дәм татқызамын. Немесе қонақты төрге шығарып отырғызу керек деп осылай сөйлем құрасақ болады. Немесе балалар, өзімізге ұнаған сөйлемдерді құрап айтсақ болады. Ішінде берілген сөздер міндетті түрде болу
қажет. Төртінші тапсырма. Қонақты күту әдептері туралы дәптеріне жаз. Үлгі. Қонақты күліп қарсы алу керек. Яғни тағы біз қандай әдептерді қосамыз, соны төменге жазсақ болады. Қонақты күліп қарсы алу керек. Қонақты үй иесі өзі қарсы алу керек. Қонақты төрге отырғызу керек. Келген қонаққа дастархан жайып, ас беруіміз қажет. Тағы басқа қандай әдептерді сен қосар едің? Айтылған әдептерді жазбаша түрде қазір сендерге ұсынамын. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарийға өз ұсынысыңды қалдырсаң болады. Келесі кездескенше сау бол.